Мен есімім Вильям болады. Вильям Молотов. Мен Варис әдеби шығармашылық бірлестігінің төрағасы болам. Бұл Варис әдеби шығармашылық бірлестігі жас ақын жазушыларды бірлестірген бір кеңес десек те болады, бірлестік десек те болады. 2017 жылы июнь айында құрылған осы бірлестік Қазақстан ішіндегі жас ұйғыр ақын жазушылардың басын қосып, енді жас өзгешілігі бұл жерде 18 жастан 40 жасқа дейін болған. Осы бірлестік енді шығармашылықпен айналысатын бүкіл жастардың басын қосып, осыларға бір бағыт беру, жалпы бірлікте жұмыс істеу мақсатымен құрылған. Қазіргі таңда осы бірлестіктің ішінде 30-дан астам жас ақын жазушылар қатысады осыған. Енді мысалға шәмші көп, әнші көп, шәмші жоқ демекші, жаңағыдай жазатындардың бәрі ақын емес. Соның өзінде де қазіргі жазып жатқандар жастардың арасында өзгеше, өзінің жаңалығымен осы майданға келіп жатқан жастарымыз аз емес. Бірақ соларға сол бір бағыт беру, бірлікте бір жұмыс істеу деген өте жақсы ғой. Сол үшін солардың басын қосып, осы еліміздің даму үшін, еліміздегі әдебиеттің даму үшін енді өзінің барша бір үлесін қосады деген үмітпенен осындай бірлестік құрылған еді. Бір жылдың ішінде біраз жақсы жаңалықтар болды. Оның ішінде осы бірлестік мүшелерінің арасында, осы бірлестік мүшелерінің 5 кітабы дүниеге келді. Енді негізі бұл жерде жалпы қазір жазушылар аз болып жатыр, бірақ ақындар енді аз емес. Солар 5 кітабымыз дегеніміз 5 өлеңдер жинағы шықты. Оның арасында жеке жинақтардан 4-еу, ал біреуі ол жалпы 23 ақынның өлеңдерінен құралған жинақ шықты. Тағы да ақын жазушылармен бір-екі кездесу өткізілді. Себебі біз кейінгі буын болсақ, ал бұрынғы алдымызда жазып келе жатқан өз танымал жазушылармен де кездесулер ұйымдастырылып, осы жазушы ағаларымыздан жаңағы сабақтар алынды десек те болады. Осындай өздерінің әдебиет туралы, жаңағы не туралы ойларын білдік. Солармен жалпы әңгімелесіп, олардың бізге болған жаңағы көзқарасын, кеңестерін тыңдап, сол қайсы бағытта жүру керек, сол кішкене болса да бізге бағыт берді. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Алаш сыйлығының лауреаты, Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткер Ахметжан аға Аширимен кездесіп, жастар әңгімелесіп, сол шығармашылықтың кейбір қыр-сырларын біліп, содан өзінің қызықтырған сұрақтарын қойып, сондай бір кездесу өтті. Енді кезінде осы Қазақстанда ұйғыр ақындары, ұйғыр жазушылары мен қазақ ақындары мен жазушылардың өте жақсы байланыста болған. Ол тіпті бұлай бір өмірдегі бір достық емес, кәдімгі одан да үлкен десек те болады. Әдеби достық, өмірдегі достық, керек болса, мысалы, жанұялармен бірге араласып, сондай жақсы бір байланыста болған
Оған мысалдар көп. Мысалға Сабит Мұқанов пен Изим Искендеров деген ұйғырдың ақыны екеуі қатты жақсы дос болған. Одан кейін қалса Қуандық Шаңғытбаев пен Хизмет Абдуллин деген кісілер, Махмуд Абдурахманов пен Қадыр Мырза Әли, Мұқағали Мақатаев пен Илья Бахтия деген адамдарымыз, осы тұлғаларымыз жақын байланыста, қолтық ойын өте жақсы байланыста болған. Қазіргі заманда енді сол байланыс сәл әлсірегендей болып жатыр. Бірақ жақындағы осы өткен бір-екі кездесуден кейін бізде бір-бірімізбен танысып, себебі әркім өз қазанында қайнаса ол да болмайды. Кішкене кең қарау керек. Сол үшін қазіргі таңда біраз жақсы бір араласып, пікір алмастырып, бір-бірінің тақырыптарын қай тақырыпқа жазып жатыр, қандай проблема үстінде жұмыс жасап жатыр, сол туралы пікір алмастырып, бір жақсы бағытқа, жақсы бір шабытқа жеттік десек те болады. Өз басым Бақыт Беделхан деген ақынмен жақсы доспын. Екеуміз осы әдебиет жөнінде көптеген мәселелерге көңіл бөлеміз, оны талқылаймыз, өзіміздің пікірін береміз. Содан осы жақында Бақыт Беделхан өзімізге белгілі Қазақстан Жазушылар одағының орынбасары ретінде, төрағасының орынбасары болды. Жалпы Қазақстан Жазушылар одағына бір жаңа буын келді десек те болады. Жастар келді. Жастардың қалай болса да жастардың бұл осы дәуірге, осы өмірге көз қарасы бәрібір өзгеше болады. Ол жастар деген енді жаңалық қой. Бәрібір қандай да бір жаңалықты алып келеді. Сол үшін қазіргі осы Қазақстан Жазушылар одағыдағы жастармен жаңа бір осы буынмен бір жақсы жаңалықтар келеді деген үмітіміз бар. Олар жастар келу уақытынан бастап қазіргі министрлікте де осы жазушыларға көп көңіл бөлініп келмекте. Оның бір мысалы министрлікте форум өтті осы жазушылардың. Одан кейін жазушыларға қазіргі заманда қаламақы туралы мәселелер, содан жаңағы оларды шетелмен байланыстар туралы көп мәселелер қаралды. Енді солар тек қана қағаз бетінде емес, жалпы осы іс жөнінде көрінеді деген үмітіміз зор. Әдебиетке қызығу енді мен мектепте оқып жүрген кездерімнен басталды. Ол кезде көбінесе енді орысша туындыларды көп оқитын. Оның ішінде жаңағы поэзиясы, орыс поэзиясынан Пушкин, Есенин, Лермонтов. Одан кейін жазушылардың жаңағы Гоголь, Добролюбов, Достоевский, солардың туындыларын оқып, үлкейдік, өстік деген сияқты осы мектепте. Одан кейін мектепте енді 6-7 класста оқыған кезде, 6-7 сыныпта оқыған кездерінде өлең жаза бастадым енді. Ол кезде әлбетте бір ақын болмасам да өзім сол қызығушылық өте үстін болды. Жалпы енді бұлай саналы түрде өлең жазуым енді сол 18-19 жасымда басталды. Қазіргі таңда 3 жинағым жарық көрді. Оның біреуі балаларға арналған. Балалар тақырыбы өте
қиын екен. Кейбіреулер ойлауы мүмкін, балаларға өлең жазу, өлең шығару ол оңай шығар деп, бірақ ол ондай емес екен. Балаларға, себебі олардың психологиясын бәрін түсіну керек. Солардың енді көңілінде қалатындай, жаңағыдай бір әсер ететіндей жазбасаң, себебі ол біз тәжірибеде де бұлай көрдік десек болады. Менің өзім кішкентай балаларым өлеңді, сол балаларға арналған өлеңді шығарып 4-5-еуін оқып берсем, соның өзінің ішінде біреуі немесе екеуі ұнайды, қалғандар ұнамайды. Себебі оқығанда да олар мынаны жатта десең, ананы жатқа алмайды. Соның өзі бір сезім, байланыс сондай болмаса, ол да дұрыс шықпайды екен. Жалпы тағы енді өзім балалар үшін тағы бір кітабым шықты, ол өлеңге байланысты емес. Бұл ребус, кроссворд, жаңағы талап ететін осындай жинақ болды. Бұл да ребус деген, мысалға, гректің сөз жұмбақ, суретті жұмбақ деген сөзден кеп шыққан. Сол суретті жұмбақтар өте жақсы қарсы алынды. Мектептерге осы кітабым жақсы таралып, бәрі жақсы бір нелерге ие болды десем болады. Ал жалпы әдебиеттегі енді тақырып көп қой. Қазіргі заманның бірақ бір проблемасы деп айтсақ болады. Бізде сол шағын бір тақырыптарға ғана кең түрдегі, мынау жалпы әлем деңгейіндегі тақырыптарға жастар өзімізде мысалға көңіл бөлмейміз. Сол бір проблема. Біз мысалға туған ауыл туралы, ана туралы, осындай өмірдегі өзіміздің қарым-қатынастары туралы ғана жазамыз да, ал жалпы мысалға кең түрдегі, жаңағы масштабты дейміз ғой, масштабты нелерге шығармаға өте көңіл бөлмейміз. Сол бір бәрімізде, мысалға ұйғыр әдебиетінде болсын, қазақ әдебиетінде болсын, бір тұрған бір проблема деп ойлаймын. Бүкіл адамзаттың қай жаққа кетіп барамыз, енді соның нәтижесінде не болады дегенді, сол проблемаларға өздерін жаңа көңіл бөлген. Сондай жазсақ бізге өте жақсы болады деп ойлаймын. Менің туындыларым ұйғыр тілінде жарық көріп жатыр. Бірақ кейінгі кездерде осы балаларға шығарған өлеңдерінің біразын, бір 10 шақтысын Абдрахман Асылбек ағамыз қазақшалап осы бір-екі жерде жарияладық. Тағы да бір-екі өлеңімді осы досым Бақыт Беделхан, ол да тәржіма қылып, аударып, қазақша енді шығарды. Құдай қаласа, енді ойымыз бар, осы жастардың арасындағы осындай бір қарым-қатынасты жақсарту үшін, бір-бірге достастық осындай дамыту үшін, осы бір-біріміздің туындыларын, жаңағы шығармаларын оқып, соны аударып, кітап қып, жинақ қып шығарсақ деген ой бар. Ол үшін өткендегі осы жастар арасындағы кездесуде айтылды. Қазір соның үстінде іс жүргізіп жатырмыз. Осы енді шараның нәтижесі болып 15 қазақ жас ақыны мен 15 ұйғыр жас ақынның жалпы жинағы жарық көреді деп ойымыз бар. Осылай әзірше осының жұмыс үстінде. Енді қазақша тіл меңгеру жайында сөйлесек, мен жалпы негізі 11 жыл ұйғырша мектеп бітірдім. Алматыға оқуға келіп, Қазақ ұлттық политехникалық университетіне оқуға түстім. Сол кезде қазақ бөліміне оқуға түстім. Жалпы ол кезде енді сабақтар көбінесе орысша өтетін. Соның өзінде де жаңағы топтағы курстас балалар бәрі
өзүмдүн казак достор болгондон кийин сол жерде тил үйрөнүп баштадым. Енді бұл жерде тіл үйрену деген тағы бізде енді жалпы терең тамырына қарасақ біздің тілдеріміз енді бір тамырымыз бір ғой. Сол үшін аса бір қиындық жоқ деп ойлаймын. Одан кейін осы тіл үйренуде енді өзім жалпы өз бас тәжірибем көп оқу керек, көп кітап оқу керек. Тек қана мынандай сөздердің аудармасын жаттап емес, кітап оқыған кезде осы бір тілдің өзі жалпы сана сезімге кіреді, байланыс болады деген сияқты. Қазақ тілінде мен Абай жолын оқып шықтым. Содан Абайдың өзінің қара сөздері, ал бірақ негізі өзім ең көп қызығатын ол поэзия. Поэзия болғаннан кейін мен мысалға Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін сүйіп оқимын. Иранғайыптың, Сәкен Иманасовтың, солардың туындыларын өте қызығумен оқимын. Үйімде де сол кітаптардың бәрі бар. Мысалға Мұқағали атамыздың өлеңдерін, кітаптарын 5-10 рет қайталап оқып шықтым десем де қателеспеймін. Оның көп өлеңдерін жатқа білемін. Осындай енді қызығушылықтың артында осы тіл меңгеру, соның несінде жеттім деп айта аламын. Жалпы бұлай достық жөнінде айтсақ, мысалға жаңағы айтып өткен Қуандық Шаңғытбаев пен Хизмет Абдуллин ағамыз екеуінің өте жақын дос болғанның жаңа бір мысалы. Хизмет Абдуллин енді алдында бұл өмірден кетеді. Одан кейін сол Қуандық ағамыз қалған кезде, ол да алып жатқан кезінде мен өлгенде осы Хизметтің қасына апарып мені қойыңдар деп айтқан екен. Бұл деген тек қана әдеби бір достық емес, ол деген бір адамгершілік, адам баласы бір-бірін сүю, сондай жақсы көру деген бір үлкен бір жарқын мысалы болу керек деп ойлаймын. Одан басқа да мысалға өзім бірге оқыған курстас достарыммен әлі жақсы бір байланыста, әлі күнге дейін осы жақсы араласып, бір-бірімізбен кездесіп, осындай жүреміз. Оларда да мен университетте оқыған кезде осы 4-ші курстарда болу керек. Себебі 1-ші курста менде қазақшам онша емес еді. Ал 4-ші курсқа шыққан кезде сол біреулерге енді танысасың, руың кім деп сұрайды. Енді ұйғырда ру жоқ, бізде ондай жоқ деп айтқанда бір досым қалжыңдайтын. Сен ұйғыр деп айта бер, осы бір ру деп айтсаң, өзің жүзді енді таңдап ал. Ұлы жүз боласың ба, кіші жүз боласың, орта жүз боласың ба, бірақ осы жүзде осындай ру бар десең, білмей қалатындар да бар, ол не қыласың? Ұйғыр деп айта бер, бірақ осындай ру деп айт, ұлт деп айтпа деп осындай қалжыңдайды. Енді осылай айтып атқаннан кейін тілді бір қатты жақсы меңгермесем де біраз жерге жетіп қалғанмын ғой деп өзімнің ойым бар еді. Сондай енді мысалдар өте көп. Соңғы кезде менің «Түндікке мехман» деген өлеңімді Бақыт Беделхан аударған. Осы өлеңімді оқып берейін. Түндегі қонақ. Түн жарымда, шырақ жанында, отыр едім ойға шомыла, жетем девем қиялдағыма, кім түсірді жайған торына. Терезеден кірген жалғыздық құшағына басып тұрды да, жалғыздықты бірге наз қылдық, айт толмаған ғашық сырды да. Назыменен сырлы, сиқырлы, жалғыздықтың биін билейді, сөздерімен нұрлы сүйкімді, алдағаны күйіндермейді. Күйінбедім, алданбадым да, көңілімде елең етпеді, өртесем дағы жанған жалынға, жалғыздық менен неге кетпеді. Түндегі қонақ шаршатты неге, сыбырлап айтып сиқыр ойларды, аппақ таңымды аңсатты неге, көзіме тағы ұйқы байланды.